Әр апта сайын өткізілетін Tesla Education кітап көрмесінде бүгін 1370 кітап ұсынылды. Бастауыш сынып оқушыларына арналған кітаптар саны 156, жоғары сынып оқушыларына арналған кітаптар саны бастауыш сынып оқушыларына арналған кітаптар санынан 3 есе артық. Бірден берілгенін жаза берейік. Бастауыш сынып 156. Так, келесі жоғарғы сынып белгісіз 3 есе артық бастауыштан. Студенттер бастауыш сынып оқушыларына арналған кітаптар мен жоғары сынып оқушыларына арналған кітаптардың санының қосындысы дейді. Мынау, яғни сонша деп қояйық. Так, келесі қалған кітаптар ұстаздарға берді дейді. Ұстаздар. Барлығы 1370. Бірінші жоғары сыныпты тауып алайық. Ол үшін 156-ны 3-ке көбейтеміз. 18 бір ойда, 15, 16 бір ойда, 3, 4. Сонда 468 бұл жоғарғы сыныптарға. Келесі, енді студенттерге 156-ға 468-ді қосамыз. 14 бір ойда, 11, 12 бір ойда, 5 ойдағы мен 6. 624. Бұл студент. Енді ұстаздарды табу үшін 1370-тен бастауышты, яғни 156-ны, жоғары сыныпты және студенттерге берілген кітаптар санын азайтып тастаймыз. Сонда мына жерде мұғалімдерге шығады. Мына үшеуін қосып алып, азайтқан ыңғайлы сияқты, сондықтан қосайық. 156 қосу 468, 4 бір ойда. Мына екеуін қосқан кезде міне шықты ғой. 624 қосам 624. Бетсеге. Сонда 1248 болады. Енді 1370-тен 1248-ді азайтам. 2, мына 6 қалды. 2, 1. Сонда 122. Бұндай жауап бар. Б жауабында.